Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін Рафаэлло тортын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін біз 5 жұмыртқамызға кішкене тұзымызды салып араластырып аламыз. Оның үстіне ванилин және қантымызды аз мөлшерден сала отырып, аппақ көк болғанша араластырамыз. Ұнымызға әзірлік етімізді салып, ішінде араластырып дайындаймыз. Кокосовый стружкамызды саламыз. Жақсылап араластырып алған соң, ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, үстінен астына қарай, астынан үстіне қарай араластырып аламыз. Пешті 180 градуста қыздырып қойдым. 20-лық формада пісіремін. 30-35 минуттай пісіремін. Піскен міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп білеміз. Тестамыз өте биік әрі керемет болып көтеріліп шығады. Міне, менің бисквитім дайын болды. Енді кремовый начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін творожный сырымызға осындай сгущенкамызды, ерітілген ақ шоколадымызды және сары майымызды салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Не осылай әдемі болып араласып шығады. Осының үстіне кокосовый стружкамызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Миндалімізді миксер арқылы майдалап алатын боламыз. Оны бірақ салмаймыз. Салқын жерге қоя тұрамыз дайындап. Енді хрустящий слойын дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай вафлимізді майдалап алатын боламыз. Ыдысымызға саламыз. Миндалімізді тоже майдалаймыз. Ыдысымызға саламыз. Оның үстіне ерітілген ақ шоколадымызды саламыз. Сгущенкамызды саламыз. Ерітілген сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Оның үстіне кокосовый стружкамызды салып, 18-лік формаға мен осылайынан тегістеп жайып, морозильникке қатыруға қойып қоямын. Енді кремін дайындайтын боламыз. Креміне сливкиімізді, творожный сырымызды және сахарный пудрамызды салып, осылай қою болғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Міне креміміз осылай әдемі болып шығады. Видео ұнап жатса лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Міне енді коржымызды жанын пышақпен осылай кесіп, формасынан босататын боламыз. Міне бисквитіміз өте биік болып шықты. Беткі қабатын алып тастаймыз және 3 коржға бөлетін боламыз. Корждарымыз оңай кесіледі. 3 бөлікке оңай бөлінеді және қалың болып шығады. Әдемі болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Кремовый начинкамызға миндалімізді
үгітілген миндалімізді салып осылай араластырып, осындай одноразовый мешокқа салып дайындап аламыз. Кремімізді де солай саламыз, дайындап қоямыз. Пропитка үшін мен сгущенкамен жылы суды қосып дайындадым. Міне енді тортымызды жинаймыз. Бірінші кремімізді осылай жағып шығамыз. Оның үстіне кремовый начинкамызды жағып тегістейтін боламыз. Міне осылай оңай жағылады. Екінші кожамызды пропитка жасап, үстіне кремімізді жағамыз. Енді кремовый начинкамызбен сыртын осылайынан жасап шығамыз. Ішіне хрустящий слойымызды саламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай ол әдемі болып қатқан. Енді үстіне кремімізді аз жағып жіберіп, үшінші кожамызды қоямыз. Міне осылай формадан босатамыз. Тортымыз биік болып шықты. Енді қалған креммен жан-жағын тегістейтін боламыз. Жан-жағына мен кокосовый стружка жағып шығатын болам. Сіздер өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Кремовый начинкадан менде қалғандықтан мен бетін сонымен сәндеймін, және тоже кокосовый стружка себемін. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес берем. Видео ұнады деген ойдамын. Лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Жасап жатсаңыздар, міндетті түрде менімен бөлісіңіздер. Міне менің тортым осылай шықты. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.